Қызықты бір факт бар. Чарльз Дарвин бастапқыда эволюция сөзін негізгі ұғым ретінде қолданбаған. Ол қолданған түсінік descent with modification, яғни өзгеріспен бірге жүретін ұрпақ жалғастығы болды. Бұл ойдың мағынасы қарапайым. Тірі ағзалар ата-анасынан өзіне тән белгілерді мұра алады. Соған қарамастан, ұрпақтар алмасқан сайын шағын айырмашылықтар мен өзгерістер пайда болады. Мысалы, бір адам түрінің ішінде де бойы, бет бейнесі және дене бітімі әр түрлі болуы мүмкін. Бұл айырмашылықтар генетикалық ақпарат пен қоршаған ортаның әсерінен пайда болатын шағын өзгерістер. Осы белгілердің кейбірі қоршаған ортаға басқаларына қарағанда жақсырақ бейімделуі мүмкін. Мұндай белгілері бар ағзалардың тірі қалу және оларды келесі ұрпаққа беру мүмкіндігі жоғары болады. Дарвин бұл үдерісті табиғи сұрыпталу деп түсіндірді. Маңыздысы, табиғи сұрыпталу жаңа белгілерді жасамайды. Ол тек бұрыннан бар өзгерістердің арасында әрекет етеді. Сондықтан бүгінгі ғылымда эволюция тірі ағзалардың ұрпақтар бойы пайда болатын белгілер өзгерісі мен алуан түрлілігін түсіндіретін ұғым ретінде қарастырылады. Енді бір сұрақ қояйық. Тірі ағзалардың осылай өзгеру мүмкіндігі ең басынан қалай қалыптастырылған?